Кимешек толық сақталған жалғыз түркі халқы ол қазақтар. Алайда бұл уәжге көршіміз қырғыздар әбден ренжіп қалуы мүмкін. Өйткені елешек оларда да бар. Қазақтікіне қарағанда біраз төбесі биік және оралып жасалатын ұлттық киімнің атауы өзіңіз естігендей елешек. Кимешек емес. Міне осы жерден ақ кимешек қазақта толық сақталған деп сенімді айта аламыз. Өйткені бас киімнің ежелгі атауы кимешек, сондықтан болар әр өңірлерде әртүрлі жасалса да кимешек атауымен қатар қазір қазақтар арасында қолданыста әрі статусын толық сақтаған. Бірақ бұл қырғыздарда кимешек кимейді деген сөз емес. Оларда елешек келсе де қазақтардағыдай әлеуметтік статусын сақтамаған дейді ғалымдар. Түркі мұрасы кимешек жай ғана бас киім емес. Ол әйелдің өмірлік статусы жазылған сол кездегі төл құжаты. Әйелдің тұрмыс құрғанын, жасын, әже екенін, тіпті қай өңірге тиесілі екенін осы кимешекке қарап ажыратқан. Көзі бақырайған бір кемпір болады екен. Кимешек киген кезде көзіме орында қалады екен, енді қалғандарын. Ал қалай апай? Мынандай стразамен не қылғанда өзім әдемілеп қойғам. Арчағы мынандай болады екен, қараңыздар. Бұл түркі қоғамында арнайы қалыптасқан этникалық код. Тағы қандай түркі халықтарында кимешек сақталған? Өзбектерде лашак немесе ақ орамал. Оларда лашак тек бас жабу ретінде қалыптасқан, әйелдің статусын білдірмейді. Тағы ұйғыр, түркмен, татар, башқұрт халықтарында кимешектің тарихи нұсқалары болғанымен күнделікті өмірден жоғалған, тек музейлерде сақталған деуге болады. Жалпы көпшілік кимешекті исламмен бірге келген бас киім деп болжайды. Бұл қате түсінік. Шындығында кимешек исламға дейін құн көне түркі дәуірінде пайда болған. Археологиялық қазбалар мен көне тас мүсіндердегі әйел бейнелерінен бүгінгі кимешекке өте ұқсас бас жабындарды көруге болады. Түркі танымында қазақ қоғамында әйел статусының маңыздылығы соншалық ең соңғы сапарға тіпті әйелді кимешекпен аттандырған екен. Яғни кимешек діннен бұрын пайда болған, бірақ дінмен бірге жоғалмай қайта терең мән алған ұлттық мұра болып табылады.